Мына аралықтар ғой, шаршатып болды комментарийде бар ғой, аузына келгенін құсып кәдімгідей бар ғой, біздің балықтар дәмді деп. Ассалаумағалейкум баршаңызға, қазақ елі. Атыраудан Аслан Омар. Жалпы балықты өзім ұстаумен айналсам. Балықты жаңағы кесіп атқанда бізде семіз балықтар бар деп түсірем, видеом бар. Бірақ білмеймін, аралықтар ат шығады, біздің балықтар дәмді, анау мынау деп, кәдімгідей аузына келген құсат комментарийде бар ғой. Мен сендердің балықтарың жаман деп айтқан жоқпын, негізі бар ғой. Білмеймін, өздерің бытсасыңдар комментарийде. Біле білсең, аралдықтар, сендерге апарылатын балықтардың 90% біздің Атыраудан екен ғой, оказывается. Соны сендер дәмді деп ойлап жүр екенсіңдер. Өйткені дәмді ғой, Атыраудың балықтары сендерге барып атқасын. Қара видеоны. Балық жоқ қой қазір. Балық болмайса Атыраудан алдырамыз порамен. Атыраудың балығын сатамыз. Аралға Атыраудан. Иә, аралға сатамыз әкеліп. Қашан болды онда? Ой, қыстыгүні ол постоянно. Бізде балық аз ғой. Көрдің бе енді, өзің түсіндің бе? Аралға апарып атқан балықтардың бәрі біздің Атыраудан ғой енді. Мойында шеш. Аралда балық бар ма, жоқ па білмеймін. Бірақ дегенмен мен сендердің балықтарың жаман деп айтқан жоқпын. Өздерің комментарийға кересінде кіріп кетесіңдер де ойбай анау мынау деп. Біле білсең бар ғой, бізде Атырау облысы Қазақстанда балыққормен лидер ол дейтін. Бізде Каспий бар, Жайық бар. Сол үшін мақтанамыз. Бірақ сендер өздерің білмеймін, кәдімгідей шіренесінде тұрып алып анау мынау деп. Біздің балықтар біле білсең Астанада сатылып жатыр. Астанада ең ходовой балықтың бірі ол Атырау сазаны. Атырау сазаны ол жабайы болып саналады. Анау көбі адамдар іздеп келеді, тірі балық бар ма деп. Ол тірі балық, ол местный балық, ол деген бұл прудовый болуы мүмкін да. Сондықтан Атырау балығын іздеу керек. Атырау балығы ол Каспийдің балығы болғаннан кейін ол жабайы балық саналады. Бұның бір ерекшелігі еті деген өте дәмді болып келеді. Көрдіңдер ғой, Астананың төрінде сатылып атқан балықтар біздің Атыраудың балықтары. Өйткені біздің Атыраудың балықтары барлық жерде бағаланады. Атырау облысы әрқашан табиғи балық қорымен Қазақстанда лидер. Талас болмайды оған. Өйткені біздің балықтар жақсы бағаланады, тәттілігінен, дәмділігінен. Сол себепті жігіттер, комментарийде анау бірден құспай ақ қойып. Қазақтың балықтары өсе берсін, көлдер құрымасын, Арал теңізі, Каспий теңізі құрымасын, Жайық өзендері, Сырдария, шіркін-ай, болай берсін. Осымен күн көріп жүрген жігіттер, байи беріңіздер, тек қана бар ғой. Сіздерге шын айтайын. Сол себепті баршаңызға ассалаумағалейкум, қармақтарыңыз қанды, қанжығаларыңыз майлани берсін. Атыраудан Аслан Омаров.